Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü dersimizde orazаны buzатын нәрселер жайында дәріс қыламыз Алланың қалауымен. Өткен дәрістерімде айтып өткенімдей, оразаны бұзатын нәрселер екіге бөлінеді. Біріншісі каффарат пен қазаны керектіретін болса, екіншісі тек қана қазаны керектіреді. Және бұл жерде қай уақытта каффарат керек болады, қай уақытта қаза керек болады, оны білуіміз үшін ең басты қағидамыз каффарат егер жасалынған жаңағы қателік толығымен бүкіл жан-жақты болатын болса, яғни мағына тұрғысынан да кететін болса, сурет тұрғысынан да кететін болса, онда каффарат керек болады. Ал енді екеуінің біреуі ғана болса, онда қаза керек болады. Жалпы қағида осы. Яғни сурет тұрғысынан кетті, мағына тұрғысынан. Мысалға, ішу мәселесінде, жеп ішу мәселесінде бірінші сурет тұрғысынан бұл жерге қателік, ішке бір нәрсенің кетуі, ол сурет тұрғысынан. Мағына тұрғысынан ол кеткен нәрсенің қорек болуы, немесе дәрі болуы. О кезде каффарат керек болады. Ал ферч, жыныстық қатынаста тек қана мысалы әйелмен, тірі болған әйелмен егер жыныстық қатынасқа түсетін болса, сол кезде каффарат керек болады. Сол сияқты. Енді басқа жағдайда тек қана қаза керек болады. Бұл енді жалпы қағида. Енді имам Қудури бұл жерде бірнеше біздерге мысал беріп өтеді осыған байланысты. Қарайық. وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ. Кімде-кім мысалға әйелімен біле тұра, оразалы екенін біле тұра, жыныстық қатынасқа түсетін болса, яғни екі жолдың біреуіне тіпті шарт емес. Бұл жерде инзалдың болуына қарамаймыз. Мысалы, әйелмен адам қосылып қойды. Мені шығып-шықпауына қарамаймыз. Қосылудың өзі жеткілікті. Ораза бұзылады. Және де жай ораза бұзылмайды, онымен бірге каффарат та керек болады. Каффарат қаза. Әу немесе әкәлі, жеді. Әу немесе шәриба ішті. Бірақ тас, ағаш емес бұл жерде. Қайсыны? Мә ютағаза бихи. Қорек болатын заттарды жеді. Қорек тамақ. Адамға денесіне қорек болатын зат жеді. Сол кезде каффарат керек болады. Әу немесе ютадауа бихи. Немесе адам емделетін қасиетке ие болатын бір дәрі. Шөп сияқты. Дәрі шөп. Әртүрлі. Немесе қазіргі таңдағы таблеткалар, барлық осыған кіреді. Не істейді? Фаалейхил қада өл каффара. Адамның оразасы бұзылады, оған каффарат керек, және қаза керек болады. Енді бұл жерде мынандай бір тағы да қосымша бір мәселе шығады, және айтып өткеніміздей, дәрілерін ішуді, ораза ұстап жүрген адамның дәрі ішуде каффарат пен қазаны керектіреді. Және де қосымша шылым шегуде дәл осыған кіреді. Неге өткенін шылым шегуде де адамның нәр алуы, адамның бір күш алуы бар. Яғни бұл жерде ма ютағазда бихи деген сөзге кіріп кетеді. Қорек, яғни қорек дегенде бұл жерде хақиқи мағынада болмаса, хүкми мағынада қорек бар адам үшін. Шылым шегуде. Өзі тартып жатыр, және де шынымен де адам бір қорек алғандай болады, күш алғандай болады. Сол үшін ғұламалар шылым шегуде Рамазан айында біле тұра ораза ұстап жүріп шылым шегуде каффаратты керектіреді дейді. Бұны да ескеріп қойайық иншалла. Енді каффарат дедік қой. Оның несі қалай болады екен? Мислу каффарати зихар. Зихар каффараты сияқты. Дәл зихар. Құранда зихар аяты бар. Сол аятта айтылған каффарат Рамазан оразасының каффараты да дәл солай болады екен. Бұған байланысты хадис бар. Хадистен де біз бұны түсінеміз. Бір сахаби келіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айтады, әйелмен қосылып қойғандығын шағымданады.
Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған құл азат ет дейді. Біріншісі, адам егер оразасын бұзып алса, онда ең бірінші құл азат ету керек. Егер құл азат етуге күші жетпесе, онда 60 күн қатарынан ораза ұстау керек. Егер 60 күн ораза ұстайтындай шамаға келмесе, жетпесе, яғни кәрі болса, қатты кәрі ұстай алмайды 60 күн, онда 60 міскінді тамақтандыру керек екен. Сөйтіп, кафарат өтелген болады екен. Жалпы кафарат осы. Ал енді бұл жердегі айтылған қателіктер егер кішкентай болса, толық, бұл жерде айтылғандай толық болмаса, онда қаза ғана керек болады, кафарат керек емес. Қараңыздар, мысалға, وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ. Мысалға, егер ферч, яғни жыныстық жер, әйел адамның ұятты жерінен басқа жерге жима қылса, яғни жыныстық қатынасқа түсетін болса, ұлы сөзде ұят жоқ дейді ғой, әйтеуір шариғат болғаннан кейін бұны барлығын айтып кетуіміз керек. Өйткені кітаптарымызда да бұл айтылады. Мысалға, санға, қарынға, немесе сүйу, ұстау сияқты мәселелер. Сол кезде фәәнзәлә, мәниді шықты. Яғни ферчтен, әйел адамның жыныстық мүшесінен басқа жерге жаңағындай іс жасалынды, және мәниді шықты. Фәәлихил қада. Біз не дейміз? Ол жерде қаза ғана керек болады деп айтамыз. Енді шариғатта тағы да мынандай мәселе бар. Кей мәселелер айтылу керек. Истимна мәселесі де фикх кітаптарында аталып өтеді. Яғни ер адамның мәниін өз қолымен шығаруы мәселесі. Бұл харам, бұл жерде тартыс жоқ. Бірақ ғұламалар арасында ихтилаф болған, оразаны бұза ма, бұзбай ма деген. Истимна мәселесі, яғни мәниді шығару. Үкімі қайталаймын, ескертемін, харам. Бұл жерде тартыс жоқ. Бірақ оразаны бұза ма, бұзбай ма деген кезде ихтилаф болған, бірақ сайық көзқарас оразаны бұзады. Неге? Өйткені адам мәнидін шығарған болып есептеледі. Сол үшін ораза бұзылады. Бұны да ескерейік, иншалла. Вәлә каффарат алейх, каффарат керек емес. Вәләйсә фи ифсади саумин фи ғайри рамадан каффаратун. Және де Рамазан айынан басқа айда адам егер ораза ұстап жүр, оразасын әдейі бұзып жіберетін болса, каффарат жоқ. Каффарат тек қана Рамазан айына қатысты ғана. Басқа айларда адам мысалы Рамазанның қазасын ұстап жүр, оразасын әдейі бұзды. Каффарат керек емес. Тек қана қаза керек болады. Бір күнге бір күн ұстап береді. Енді қаза мәселесіне қатысты бірнеше мәселелер атап өтеді бұл жерде. Біз де оларды оқып шығайық, тездетіп. Вәмәних тақана. Егер адам клизма жасаса, яғни үлкен нәжіс шығатын жерде бір ауруы бар, мәжбүр ол жерге дәрі төгу керек болды. Клизма жасады, оразаны бұзады. Бірақ қаза ғана керек. Каффарат керек емес. Не өткен ішке кірді. Бір. Екінші мәселе истатаа. Мұрынға дәрі тамшылатты. Ол да оразаны бұзады. Мұрынға дәрі тамшылату. Оразаны бұзады. Әу қаттара фи узунейхи духнан. Немесе құлаққа мысалы май тамшылатты. Немесе дәрі тамшылатты. Ол да оразаны бұзады екен. Ал енді адам шомылып жатып құлағына су кіріп кететін болса, ораза бұзылмайды. Бұл жерде ихтилаф жоқ. Сол сияқты құлаққа майды тамшылату, немесе дәріні тамшылату да оразаны бұзады. Бұл жерде ихтилаф жоқ. Су өзі кіріп кететін болса, ораза бұзылмайды. Бұл жерде ихтилаф жоқ. Ал енді ғұламалардың арасында ихтилаф, суды өзі әдейі тамшылататын болса, ораза бұзыла ма, бұзылмай ма дегенде мазхабта ихтилаф бар екен. Бір топ ғұламалар оразаны бұзады деп айтатын болса, бір топ ғұламалар оразаны бұзбайды. Яғни қайталайық. Құлаққа тамшылату, сұйықтық тамшылату мәселесінде. Егер судан басқа май сияқты, дәрі сияқты нәрсені тамшылататын болсақ, ораза бұзылады, қаза керек болады. Бұл жерде тартыс жоқ. Егер су өздігімен кіріп кететін болса, ораза бұзылмайды.
Ал енді суды әдейі өзі кіргізетін болса, онда ихтиляф бар. Сосын келесі мәселе. Әу дауа жаифатан. Адамның денесінде терең бір жара бар. Денесінде терең бір жара бар. Сол жараға не істеді? Дәрі жақты. Әу әммата, немесе басында терең бір жара бар. Соншалықты терең жара, Алла сақтасын, бірақ болуы мүмкін неше түрлі жағдайлар, миы көрініп тұр. Сол кезде не істеді? Бидауаин, ол жерге де миына да не істеді? Жаңа басына да дәрі жақты. Фауассаля иля жауфихи. Жаңағы дәрі де ішке кіріп кетті. Бұл мәселе. Түсіндік қой? Яғни, мысалға, ішінде үлкен бір терең бір жара бар, немесе басында бір терең жара бар, миы көрінеді. Сол мысалға жаңағы айтылған терең жараға май дәрі жағатын болса, және де ол ішке кіріп кететін болса, дәрілер ораза бұзыла ма, бұзылмай ма дегенде мазхабта ихтиляф бар. Абу Ханифа бұзылады деп айтады. Имамин, Абу Ханифаның екі шәкірті, имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммед бұзылмайды деп айтады екен. Қазіргі күнде біздердің қолданып жүрген укол мәселесі де осы мәселеге қияс қылынып ихтиляф болған. Яғни Абу Ханифалардың заманында укол мәселесі жоқ еді, укол қою жоқ еді. Ол қазіргі күнгі осы заманғы бір мәселе, жаңа шыққан мәселе. Енді ғұламалар бұл мәселені шешу үшін классикалық кітаптарда мәселелерге қияс қылады. Және де укол мәселесін дәл осы мәселеге қияс қылған ғұламалар. Сөйтіп, укол мәселесін ғұламалар Абу Ханифаның көзқарасы бойынша бұзады деп үкім шығарған, имамейнің көзқарасы бойынша бұзбайды деп қабыл еткен екен. Фетва енді имамейнің көзқарасымен беріліп жатыр, бірақ ықтиятты болу керек. Ешқандай себепсіз, кішкене бір ауырып қалғаннан себеп уколға бармау керек, укол қоймау керек. Яғни ихтиляф бар, шынымен де үлкен ихтиляф бар мазхабта. Ал егер шынымен қатты ауырып қалып укол қоятын болса, онда оразасын ұстасын, имамейнің көзқарасымен амал қылсын, бірақ кейіннен ықтиятпен лаж болса, оразасын, қазасын ұстап алса да кем болмайды. Яғни ұтылмайды кемінде. Ықтиятпен амал қылған дұрыс дейміз осы мәселеде. Енді ең соңғы мәселе: "Ва ин ақтара фи ихлилихи лам юфтир инда Аби Ханифа ва қали Абу Юсуф юфтир." Тағы да ихтиляфты мәселелердің біреуі ер адамның мүшесі. Мысалға, бір себептермен бір ауырып қалды, белгілі бір инфекция кірді. Мысалы, дәрігер ол жерге ер адамның мүшесіне тесігіне мысалы дәрінің тамшылатуын сөйледі емделу үшін. Енді бұл дәрі тамшылату оразаны бұза ма, бұзбай ма деген кезде Абу Ханифа мен имам Мұхаммед бұзбайды деп айтқан екен. Абу Юсуф бұзады деп айтты. Ихтиляф бар. Бірақ бұл екі көзқарастың да негізі ұстанған дәлелдері бір. Өткені олардың көзқарасы бойынша енді анау дәріні мысалы мүшеге тамшылатқан кезде ол міндетті түрде сідік торбасына барады. Сол жаққа дейін барады ақырын-ақырын. Мәселе бұл жерде жаңағы заттың сідік торбасының ішпен арадағы бір байланысы бар ма жоқ па? Оны мінфез дейді. Бір арнайы бір тікелей бір жалғауы, тікелей бір жалғанып тұр ма жоқ па дейді. Яғни іш бар, және сідік торбасы. Имам Абу Ханифа және имам Мұхаммед ешқандай арадар тікелей бір мінфез жоқ дейді. Абу Юсуф бар дейді. Мінфез болған үшін жыныстық мүшеге дәрі тамшылату тесік арқылы ол оразаны бұзады. Өткен мінфез тікелей қарын мен ішпен байланысы бар. Мысалға, үлкен нәжіс шығатын жерге мысалы бір клизма жасағанда ораза бұзады, ол неге? Өткені ішпен тікелей шек жолдар арқылы байланысады. Сол үшін ораза бұзады. Ал енді бұл жерде сідік торбасының ішпен бір тікелей бір мінфез бір байланысып тұрған жері бар ма деген кезде имам Абу Ханифа жоқ деген, Абу Юсуф бар деген. Сол себептен имам Абу Ханифа бұзбайды десе, Абу Юсуф бұзады деп айтқан.
Фетва кімнің фетвасы? Бұл жерде фетва Абу Ханифаның фетвасы. Шынымен қазіргі таңда медицина қатты дамып кеткеннен кейін дәлелдеп айтып жатыр. Яғни шынымен сідік торбасы мен іштің арасында тікелей бір мәнфез жоқ екен. Онда сідік қалай жиналады? Оны тархиш дейді. Шашырау арқылы жиналады екен. Яғни бұл да Алланың бір құдіреті, бір ғажайып бір мұғжизасы десек болады. Яғни сідік торбаға тікелей бір арнайы бір жол арқылы емес, шашырау арқылы сідік жиналады екен. Сол себепті ер адамдардың жыныстық мүшесіне дәрі тамшылатуы оразаны бұзбайды деп емін-еркін айта аламыз, иншалла. Осы жерде қалайық. Келесі дәрісімізде Алланың қалауымен ораза ұстаған адамға макрух болған нәрселерді атап өтеміз. Алланың қалауымен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.